Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз математика сабағын өтетін боламыз. 81-ші сабақ 4 және 5-ші бет. Онда біз көп сөзбай бастайық. Бірінші тапсырма. Көбейту қасиеттерінің әріптерінің таңбаларына қара және өз мысалдарын түсіндір. Төмендегі әрбір қасиетті дәлелдеу үлгісін пайдалан. Онда біз ережені айтайық. Көбейтудің ауыстырымды қасиеті. А көбейту Б тең Б көбейту А. Осыған ұқсас көптеген есептерде бар. Біз осылай есептерді шығарамыз. Көбейтудің терімділік қасиеті. Шақшашылған А қосу Б шақша жабылған көбейту С тең А көбейту С қосу Б көбейту С. Осылай біз есептердің барлығын осы ережелермен шығара аламыз. Сондықтан сендер осы ереженің барлығын оқып үйреніңдер. Балалар, бізге осындай көптеген ережелер берілген. Осының барлығын оқып аламыз. Егер сендер осыны оқысаңдар, қалған барлық есепті шығара аласыңдар. Қосындыны санға бөлу. А қосу Б бөлу С тең А бөлу С қосу Б бөлу С. Екінші тапсырма. Бұл өте қызықты досыңмен ойнайтын ойын. 100 көбейту 3 қосу 60 көбейту 7 тең 720. 14 көбейту 10 қосу 80 көбейту 5 тең 540. 5 көбейту 40 қосу 5 көбейту 30 тең 350. Бұл сандықша ойыны сендерге ұнады деген ойдамын. Сендер де өз достарыңмен осылай ойнап көріңдер. Үшінші тапсырма. Өрнектің мәнін тап. Олардың барлығын әртүрлі тәсілмен шығаруға бола ма? Иә, шығаруға болады. Шаша ашылған 15 қосу 21 шаша жабылған бөлу 6 тең 36 бөлу 6 тең 6. Шаша ашылған 120 қосу 30 шаша жабылған бөлу 10 тең 150 бөлу 10 тең 15. Шаша ашылған 14 қосу 21 шаша жабылған бөлу 7 тең 35 бөлу 7 тең 5. Шаша ашылған 100 қосу 200 шаша жабылған бөлу 3 300 бөлу 3 тең 100. Шаша ашылған 10 қосу 22 шаша жабылған бөлу 4 тең 32 бөлу 4 8. 300 қосу 60 бөлу 9 360 бөлу 9 тең 40. Осы біздің үшінші есебіміз де аяқталды. Біз бұл есепті жаңағы ережелер арқылы шығардық. Сендер де түсінікті деген ойдамын. Төртіншісі тапсырма. Әрбір өрнекті есептеудің тиімді тәсілін тап. Жаңа ережеде берілген тиімді тәсілдер бар. Егер сендер ережені оқысаңдар, бұл есепті оп-оңай шығара аласыңдар. Мен бұл жерге есептердің барлығын жаздым. Сендер оларды дәптерлеріңе көшіріп алыңдар. Менің ойымша бұл есеп өте оңай. Маған бұл есеп өте оңай болды. Себебі мен ережені оқып алдым. Сендер де осы ережені оқып түсініп алыңдар. Және де оқушылар, мені ұмытпас бұрын менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңдер. Сол кезде сендер менің бірінші видеом шыққан сендер тезірек көре аласыңдар. Және де тезірек дәптерлеріңе көшіріп аласыңдар. Онда біз тезірек 5-ші тапсырма бастаймыз. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Шебер 8 дулыға және 12 қамшы жасады. Олардың барлығы 2 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта қанша бұйым бар? 8 қосу 12 тең 20. 20-ны бөлесін 2-ге тең 10. Жауабы әр қорапта 10 бұйым бар. Ал өзің осыған ұқсас есепті құрастыр дейді. Оқушылар, онда мен сендерге әсін ауызша айтып берейін. Айбарда 4 садақ бар, Айназда 6 әшекей бар. Оның барлығы 5 қорапқа салды. Әр қорапта неше зат бар? Жауабы 4-ке 6-ны қоссаң 10, 5 қорапты 10-ға бөлсең 2, жауабы 2. Келесі тапсырма 6-шы. Көбейтудің қалай орындалғанын қарастыр. Үлгі бойынша есепте. Бізге осылай үлгілер берілген. Мен осы есепті осы жерге жазып кеттім, ал сендер осы дәптерге жазып алыңдар. 46 көбейту 9 тең 414. 46 көбейту 10 тең 460. 460 азайту 46 тең 414. 46 көбейту 10 азайту 46 тең 414. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше
менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Және де сендерге осы сабақ ұнады ма? Ұнаса, лайк басыңдар. Осымен 81-ші сабақ аяқталды. Сау болыңдар.